Қазақтың қадір ұлы Қадыр Мырза. Қадыр Мырза әлі қазақ әдебиетінің көгінде мәңгі жарқырап тұрған жұлдыз. Оның өлеңдері мен поэтикалық мұрасы ұлттық болмысты бейнелейтін терең мазмұнмен ерекшеленеді. Сөздің құдіретін жете ұғынған ақын туған жерге, елге деген махаббатын асқақ рухпен жырлады. Оның қаламынан туған әрбір жол ой мен сезімнің үйлесімінен өрілген шынайы өнер туындысы. Жымпитының топырағынан нәр алған Қадыр ақынның шығармашылық жолы қазақ әдебиетінің жаңа белеске көтерілуімен тығыз байланысты. 1954 жылы тұңғыш өлеңі жарияланғаннан бастап, ол өлең өлкесіне нық қадам басып, қазақ жырының қайталанбас тұлғасына айналды. Ақынның ой орманы, жерұйық, домбыра, қызыл кітап сияқты жыр жинақтары ұлт рухының көрінісіндей қабылданды. Әрбір жинағында Қадыр адам мен табиғаттың, қоғам мен уақыттың өзара байланысын терең сезіммен суреттейді. Оның өлеңдерінде табиғат та тірі, уақыт та жанды бейнеге айналады. Қадыр Мырза әлі жастайынан әдебиетке құштар болып өсті. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған соң әдеби ортаға белсене араласты. Алғашқы еңбек жолын балаларға арналған Балдырған журналында бастаған ол, кейіннен Жұлдыз журналы мен Жазушы баспасында қызмет етті. Осындай жауапты қызметтерді жүріп, ол қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес қосты. 1959 жылы жарық көрген Көктем атты тұңғыш жыр жинағы ақынның шығармашылық әлеуетін айқындап берді. Осыдан кейін ол қазақ өлеңінің дара жолына түсіп, өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Қадырдың поэзиясы терең ойға, ұлттық болмысқа, адам жанының нәзік қырларына негізделген. Оның өлеңдерінде халықтың тарихы мен тағдыры, салт дәстүрі мен әдет ғұрпы шынайы әрі айшықты көрініс тапты. Қадыр Мырза әлі халықтық рухты асқақтата білген ақын. Оның жырларында туған жердің әрбір қыры, даланың әрбір үні шынайы суреттеледі. Ақынның өлеңдерінде ұлттық болмыс пен адамзаттық құндылықтар үйлесім тапқан. Ол жеке адам мен қоғам, уақыт пен кеңістік арасындағы мәңгілік байланысты көркем бейнелер арқылы жеткізді. Домбыра жинағы ұлттық өнердің символы ретінде оқырманның жүрегінен ерекше орын алса, жерұйық жыр кітабы қазақ даласының рухын жаңғыртты. Қадыр поэзиясының басты ерекшелігі қарапайым сөзбен терең ой айта білуінде. Ол өмірдің әрбір сәтін өлеңмен өрнектеп, адам болмысының сан қырлы сезімдерін көркем тілмен кестеледі. Ақынның өлеңдеріндегі бейнелілік пен философиялық ойлардың үйлесімі оның шығармаларын биік деңгейге көтерді. Мысалы, оның өмір деген жарқ еткен найзағайдай, көзді ашып жұмғанша өте шығар деген жолдары өмірдің өткіншілігін дәл бейнелеп, оқырманын терең ойға жетелейді. Қадыр Мырза әлі тек жыр жинақтарымен ғана емес, әнге жазылған өлеңдермен де танымал. Оның қаламынан туған 200-ден астам ән мәтіні қазақ даласында кеңінен таралып, халық жүрегіне жол тапты. Күндер ай атты әндер жинағы ақынның музыка мен поэзияны ұштастыра білген шеберлігін дәлелдейді. Ақын өлеңдеріне жазылған әндер әлі күнге дейін көпшіліктің сүйіп тыңдайтын туындылар болып қала бермек. Қадырдың шығармашылық жолында драматургия ерекше орын алды. Ол халық фольклорының кейіпкері Алдар Көсе жайлы Сақал саудасы, Қасқыр қақпан атты сатиралық пьесалар жазды. Сонымен қатар ұлт батыры Махамбеттің соңғы күндеріне арналған Жаралы жолбарыс және тарихи тұлға Әмір Темір жайлы кесек драмалық туындысын жарыққа шығарды. Бұл шығармалар арқылы ол тарихи тақырыптарды да көркемдік тұрғыда меңгерудің шебері екенін көрсетті. Қадыр Мырза әлі аударма саласында да мол еңбек сіңірген қаламгер. Ол әлем әдебиетінің озық үлгілерін қазақ тіліне аударып, қазақ оқырманына жақындата білді.
Оның аудармалары көркемдік шеберлігімен ерекшеленіп, түп нұсқаның рухын дәл бере алды. Сондай-ақ ақынның өз туындылары да көптеген тілдерге аударылып, халықаралық деңгейде танылды. Мәскеу, Ташкент, Баку, Бішкек сынды қалаларда жарық көрген кітаптары оның поэзиясының құндылығын айғақтайды. Қадыр Мырза Әлінің шығармашылық мұрасы қазақ әдебиетінің баға жетпес байлығы. Ақынның 16 томдық таңдамалы шығармалар жинағы оның өмір бойы жасаған еңбегінің жемісі болып табылады. Бұл жинақтардағы әрбір өлең, әрбір шығарма қазақ халқының рухани әлемін байыта түседі. Оның поэзиясы уақыт өткен сайын жаңарып, жаңа ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Қадыр жырлаған туған жер, отан, махаббат, адамгершілік секілді құндылықтар мәңгілік тақырыптар болып қала береді. Ақынның шығармаларынан қазақтың жан дүниесін, ұлттық болмысын терең сезінуге болады. Қадыр Мырза Әлі өлең өлкесінің дарабозы, қазақ руханиятының асыл қазынасын молайтқан алып тұлға. Оның шығармалары әрдайым ел жадында сақталып, ұлттық поэзияның биігіне айналды. Қадырдың қаламынан туған әрбір өлең ұрпақтан ұрпаққа жететін рухани мұра. Қазақ әдебиетінің көгіне мәңгілікке қонған жұлдыздай, оның есімі ұлт тарихында өшпес із қалдырды.